Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте оңай духовкада пирожки дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге алдымен 200 грамм жылы суға бір ас қасық тұзымызды, қантымызды және дрожжымызды қосамыз. 100 грамм сұйық май, бұл жерде ұнды шамамен 350-400 грамм ұн қосыңыздар. Мен көптеу болып кетіпті менің ұным. Сол себепті қатты болып, онша көтерілмеді қамырым. Егер сіздер жұмсақ қып, қатты жұмсақта болуға болмайды, орташа жұмсақ қып елесеңіздер, жақсы көтеріліп, бұл универсальный қамыр болады. Мысалы, бауырсақ пісірсеңіздер де болады, осындай пирожки, немесе майға қуырылған пирожки пісірсеңіздер де болады. Жақсылап көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Енді начинкасына картошканы асып алып, дәміне қарай тұзымызды сеуіп, және осы картошкада піскен суымызды құйып жібереміз. Осындай пюре дайындап аламыз. Осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, жайып, ішіне начинкамызды салып, жұмыртқаның сарысына кішкене су қосып жіберіп, қызып тұрған, яғни бетіне жағып аламыз да, қызып тұрған 180 градус отта пирожкимізді пісіріп аламыз. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.